Алла деп аламанға айқаяқау енген едім. Сөзімнің мен айтайын ең керегін. Ринатпенен жүп болып шыққан кезде шапалақ соғып маған дем берелім. Жүрсін аға біраз отыра тұршы, айтыстағы бүгінгі сен керегім. Оралым еңбек даңқын сыйлап жана, жүрсіндей көтердің ғой ербедерін, бербеделін. Айтыстың дәрежесін көтердіңіз, айтыс деп жоқ қой сенің көрмегенің. Айналды айтыс қазақтың рухына, жүрсін ағам ол сенің өлмегенің. Қандай сыйлық болса да лайықтысыз, қайтемін үкіметтің бермегенің. Мемлекеттік сыйлыққа ие болып, тезірек алшаға еңбегерін айқаяқау. Ақынның құттығылар арғадамын, сағындым ақсақалды алқаларың. Ассалаумағалейкум абзал елім, айтыспен қансың бүгін аңқаларың. Бұл жерде аман жолдың қасым өткен, алдында сыйлы болып хан қараның. Ең алғаш өлеңдерін саған арнап, шабытты шағанға арнап шалқар әнін. Екпінді құрылыста еңбек етіп, бұзған ет қиындықтың сан қамалын. Оралым менің деген, оралым менің, оралым деген өлең, ажарын ашып тұр ғой сән қаланың. Сақып жамал сұлуға ғашық болып, өмірдің сенен тапқан жаңғалауын. Сол қасым туған жерден келіп тұрмын, тойыңның тілеймін ғой тарқамауын. Жайықтың жағасына жеткен кезде, ашылып бір кеткендей қолқаларым. Қасым тұрған оралға сәлем айтты, қасым туған киелі қарқаралым айқаяқау. Ринат-ау, сен де бастық, мен де бастық. Екеуміз талай-талай белден астық. Бауырға құшағым кен ашулы, саған деген жоқ бауыр менде қастық. Айтыссаң келекеміз айтсайық, сендей мықты ақында неге қаштық айқаяқау. Жеребе ғой жаныңды қинататын, соңғышып ақындарды ширататын. Атағың мен мінезің бөлексің ғой, халықпенен әкімді сыйлататын. Айтыстың оқтаулы мылтығысың, тиген жерін опырып қирататын. Қаншама адам отыр қауіптеніп, ақысын жүрген жерде мин ататын. Бастық боп басылып қалған шығар, жұмыста жүргеннен соң ми қататын. Ал енді мен берейін кезегіңді, не деді екен атышулы Ринат ақын айқаяқау. Ау, шап. Дедің бе, сен де бастық, мен де бастық. Ол рас талай-талай белден астық.
хандық атағым бар биік одан, ешқашан жасамайтын елге қастық. Айтайын уәжімді сағандаға табамын, айтар сөзді алаңдама. Мен бірақ бастық емес қызметкермін, сен мені бастықсың деп жамандама. Өз-өзін бастықпын деп айтады екен, қызметті істемейтін адамға набай. Айтеке сахнаны жандырдыңыз, Қасымның өлеңіндей жаңғырдыңыз. Аузүкі отыршы деп несіне Ермановты қалдырдыңыз. Осылай тәуекелге міндіңіз бе, жеңем деп Ринатты күлдіңіз бе? Жездеңіз оң жағыңда отырмаса, біздерді жеңбесіңді білдіңіз бе? Мұныңа қарамаймын, күліп қалай кетерсің, бүгін мені құрықтамай. Сен сенген жүрсін ағам, біздің жақта қызметкер екендігін ұмытпағай. Алла деп сөз сөйлейін күліптерден, ұл едім ертеңінен үміт көрген. Армысың Оралдағы ағайындар жүрегін сүйгеніне жұлып берген. Алдыңда бір сырымды ақтарайын, жасырар нем бар дейсің ұруқ телден. Жүрсіннің айтысында 20 жыл жүргем, талай тұғыр, талай жүлде мініп көрген. Сонда да бұл Оралға бір келмеппін, тізімнің талайына іліккенмен. Құдайым бұйырған соң осы күні аулақпын, сөз табалмай бүліккеннен. Жайықтың, ертістің жағасының ұлын қарсал, жайыққа 20 жыл жүріп келген. Айтайын бұл айтыстың жағдайын, жалғаннан өсек айтып неғылайын. Алдымда залдың отыр 3-тен бірі, осы ғой біздер үшін саруайым. Ат өшкір ковид келіп елімізге, өмірдің бәрі болдау онылайын. Сұм жалған болып кетті сұм жалғаным, дариғай арманым көп неғылайын. Жасымда жігіт едім ой қайнатқан, талайды тамсандырып пайпайлатқан. Бұл күнде бос залдарда өлең айтып, көрмейтін көзге қарап ойбайлатқан. Басымнан қашан өтер кесер заман, креслоның арқасына айғайлатқан. Берейін мен де сәлем директорге, жағдайы бұл бастықтың ерек мүлде. Жалының басылды ма деп сұрайсың, шабытым сол баяғы өрекпінде. Бастықтық болған шығар саған қайғы, біреулер сыртымыздан жамандайды. Айтеке ұры менен жем қорғана, отырған мәнсәбіна алаңдайды. Ал мені қандай жерге қойса дағы, аузымды ешқашанда жабалмайды. Астымнан кресломды алып алсам да, алса дағы қолымнан домбырамды ала алмайды. Біз солай сахнада араластық, қадамды айтыстағы адал бастық. Ол рас шыққан бетте айтқан едім, бүгін саған жасамайын деп саған қастық.
Бұл айтысқа бастық Ринат келмей ме деп, келмей қалар деп бізде біразырақ жаман састық. Сені танымал қылған елге жүрсін ағам. Осымен бұл мәселені тамамдастық. Алматыда сен оған бастық шығарсың, ал сахнада арқашан саған бастық. Айқай ағау. Демеймін айтпай бүгін табандайды, шапалақ соқпаса ел шабалмайды. Бастықтыққа сұранып тұрғаным жоқ, емес қой креслода маған қайғы. Креслода отырған мына Ринат халықтың ертеңіне алаңдайды. Сахнаға шықса болды осы Ринат билікпенен үкіметті жамандайды. Ақын болып туғансың Ринат сенде, сенің домбыранды ешкім тартып ала алмайды. Айқай ағау. Құдайым жоқтан бізді бар қылыпты, момынға көрсетейін тән қылықты. Кешегі Құрманғазы диналарың артында өлмес мұра қалдырыпты. Қашаған Абылақтан нұрымдарың жырменен ел құмарың қандырыпты. Дәстүрдің жалғасқан осы емес пе? Төріңде айтыс бүгін сән құрыпты. Алдыңғы жылы алтын домбыра өтіп, Рүстемнің Орал бағын жандырыпты. Ал бүгін асыл домбыра айтысында Құдайым Ринатпенен пар қылыпты. Батыста жиі айтыс жасап, Бауыржан елдің бәрін таң қылыпты. Ол аз десең бүгінгі қазыларға маңдай алды ақындарды алдырыпты. Мұның сыры қайда жатыр десем, Оралым сақтаған ғой бар құрыпты. 14 облыс ішінде батыс қана эмблемаға домбыра салдырыпты. Домбыраны сыйлайтын облыста айтыстың жиі өтуі заңдылықты. Домбырамен дәстүрді дәріптейді, Оралдай ойлаған ел мәңгілікті. Айқай ағау. Бұл Ринат азу мұқтарлан шығар, бағымда сеніменен жанған шығар. Сеніменен жұп болғанға өкінбеймін, жолы болар жігіттің дос алдан шығар. Айтарыңда айта бер сахнада, уақытта біразға барған шығар. Домбыраңды ешкім тартып алмайды ғой, шапалақ соқса елім талғам шығар. Айтарыңды айта бер Орал жақта, ішінде біраз толып қалған шығар. Айқай ағау.
елде көрсек қызатұғын, кез келді сөздің астын сызатұғын. Апырай бұл айтыстың құдырет-ай, мақалды кандидаттар бұзатұғын-ай. Бұл сөзді айтпай ағам ұғам екен, оққан соң жеңілдім деп боғам екен. Жігіттің жолы болар қарсы алдынан, дос емес жеңгешесі шығады екен. Өлеңді кімге айтамын сақтағанда, бар еді тура сөйлеу нақ бабамдай. Алдыңа жан салмастан кеттің аға, Оралдың жұмарттығын мақтағанда вай. Мен емес елді тірек алдайтұғын, дәл бүгін кезім келді самғайтұғын. Есіңе сенің салып қояйыншы, мақтаумен жаның аман қалмайтынын ай. Кетпеспін бүгін сені құрықтамай, айтасың көп өтірік күліп қалай. Батыста болып жатқан бұл айтысты, дулаттың жасағанын ұмытпағай. Дулаттың шығыс жері өскен туып, кіндігін туғанынан кескен буып. Бүгінде бір айтысты жасап жатыр, дәстүрін қазағымның кестелігі бай. Мұнымен жаман ойым өрілмейді, артынан еш шарамды көрінбейді. Тегінде шығыс, батыс, оңтүстік деп, қазақтың жігіттері бөлінбейді вай. Осылай абыройың асып келсін, осылай ырысымыз тасып келсін. Қазақтың әр жігіті бар қазаққа, қолында бар дәулетін шашып берсін. Қоймайсың бастықсың деп ерманыпқа, көргем жоқ жалған сөйлеп мен қалыққа. Жүрсінгі бастық болу оңай емес, жездеңнен сұрап көрші кем болып бай. Оқсайсың артпен жүзген ал үйрекке, отырдың деп қоймайсың кабинетке. Ерманып қызметкерім кабинетте, өмірлік әкем бірақ әдебиетте бай. Осыны көр алмастар көрмей көрсін, бағасын Ермановтың бермей көрсін. Алла мен ел алдында айтарым бір, өнерде әке болса сендей болсын. Қобланды батыр еді арғы заты, көретін әр өнерлі жанды жақын. Аман жүр жүзге дейін жүрсін әке, қазақтың айтысының төл құжаты бай. Көп екен айтар сөзің өкпеңменен, өмірде есте қалар өткенменен. Мен түгіл Жанарбекте қарапайым, депутат мәжіліс боп кеткенменен.
Басында өр жігіттің, әр жігіттің бақты ұрады. Қазақтар бір жау келгенде сап құрады. Айтыстың құдіреті сол емес пе? Кім болған кезіңдеске сап тұрады, вай. Осылай елдің ішін аралаймын, сөзімді әрбір айтар саралаймын. Ертең күн президент боп кетсем дағы, жүрсінгі қалқан құлақ баладаймын, ай. Айтеке, сен өзгердің бүгін неге, қобалжу пайда болдау төріңде де. Баяғы сол ринатпын сен білетін, алдымда бос қобалжып дірілдеме, бай. Қарсығып саған кесел келтірмеймін, қолдаса қалың елім желкілдеймін. Айтысқа бір шыдайтын бір айтысқа шамаң бар ғой. Айтеке дірілдеме, өлтірмеймін, ай. Арқаның жігітінің күйі мықты, Құдайдың бізге берген сыйы құтты. Басында жеребеде бұллағама, жерлесі тілі шағам бұйырып тавай. Мұны да кезім келді көре тұғын, жанемен айтқан қоңай көне тұғын. Жездеңнің жомарттығын айтпайсың ба, балдыздың сұрағанын бере тұғын, ай. Әрқашан елім деймін, жерім деймін, ешқашан арамдықтан көрінбеймін. Арқаның алтақынын әкелсең де, ау жүкі есте сақта шегінбеймін, ай. Алашқа Ринаттайын ұл мәлім ғой. Бұл менің жақсы айтыс қылғаным ғой. Дірілдедің дек қойдың жанағана, көңілді басқа жаққа бұрғаның ғой. Ол менің дірілдеп тұрғаным емес, тұлпардай тыпыршып тұрғаным ғой, ай, ай. Орындап жүрген жансың ел тілегін, талайды өлеңіңмен елтіп едің. Ағайын шапалақты соғып қойса, шабыттанып алдында женпінемін. Алты бірдей ақынды женем дейді, өлер кезде аяқпен серпілемін. Алла аузыма тәуір сөз салса егер, аяғыңды мен көктен келтірермін, ай, ай. Ақынсың маңайына жарық берген, алатын орныңды анық төрден. Бұл айтыс Алматыда өту керек, жарнамадан әуелгі халық білген. Алматыда болатын бұл айтысты Оралға Бауыржан қой алып келген. Бауыржанның беделі өсе берсін, абырой мен батамен халық берген, ай, ай. Бұл күні бай көбейді кәсіп дейтін, кәсібім Құдай берген нәсіп дейтін. Қарағыс байларда көбейді ғой, тапқан таянғаным басып жейтін. Дулаттай ақсұңқарлар көбейсе екен, тапқаның таянғаның шашып жейтін, ай, ай.
балалығымнан мен үйренгем күресуді, сен сияқты қарсыласпен тіресуді. Қасым деген қазақтың рух емес пе? Естігендер селк етер бұл есімді. Бұл жақта Қасымның тұрған үй бар, Ринат. Оны мен айтпасам да білесіңді. Қасым үйін музей қылам деген сөзі Бауыржандай мерейімді ұл өсірді. Қарағандыдан қалың қол керек деді. Айтқан сөз арқаға батқан дүресінді. Арқадан қалың қол жиналған соң музейдің мәселесі түгесілді. Қасым үйі мұражай болып жатса, азаматтық қостым мен үлесімді. Әр қазақ әнұрандай қастерлесін, Қасымдай қасиетті ол есімді. Айқай ағау, Ақжайық алаш үшін байыр қала, ажарына сұқтанған айырлана. Жастық өткен оралым бізге қымбат, Қасым туған Сарыарқа сайындала. Ау жүке, Қаршадайдан қалам алдың, Рақымжанның ұлынан Сайыл қала. Бір кезде жыр жазыбен толғаныспен, ақын үйін қиратқан жайында да. Ақыл жетпей ашиды миым дедің, кеудеңді кернеп мұң шер уайымнала. Облысымда бір жақсы жаңалық бар, мерейтойға жатырған дайындала. Қасымбектің женісі әкім болып, Қасымдай қадірленді шайырдара. Бұйырса қыркүйекте Қасым үйін ашуға қарағандым дайын қала. Сондықтан қуана бер бұл жаңалық, болсыншы ар қазаққа қайырлаға. 70-те миын ашып жүрмесің деп, үйін ашып жатырмыз уайымдама. Айқай ағау, ақынсын талайларды құрықтаған, ақынсын билікке де пара алып былықпаған. Рен жүрсінді әдеби әкем дедің, жөнің бар осы жерде ұлықтаған. Өзіңдей бауырлардан айналайын, жақсылығын ағамнан ұмытпаған. Айқай ағау, не жетсің айтқан сөзің тыңдалғанға, сөзінен ғибрат ел үлгі алғанға. Айты сол ел бірлігі ер шындығы, не жетсің мұратымыз бір болғанға. Көп бұлақтың жүрсің көзін ашты, қуанып өлеңдері бір жарғанда. Айтыс арқылы танылдық алталашқа, шүкір дейік бағымыз шынжанғанда. Ескендірдей мүйізін шыға қоймас, бәйгіні апта сайын күнді алғанда. Айтыс барда ызбандаймыз жүрсін біз жүкеңе, қол шатырды іздегендей күн жауғанда. Шашу байда байымай өтті өмірден, күніне 100-ді беріп мыңдалғанда. Жүрсіннен жаман жоқ қой жүлді алмасан, жүрсінен жақсы адам жоқ жүлді алғанда. Бауырлар жүлді алсақ та алмасақ та, жақсылығын ұмытпайық бұл жалғанда. Айқай ағау, жақсы сөз береді екен жанын арай, сен маған қарсылассың бағым орай.
Әлі де айтысатын ақындар бар. Кездесе жатармыз ау әлі талай. Ал бердім кезегіңді сайрай бергін, айтартыңды айта бер ары қарай айқай ақау. Есіме қайдан салдың қасымымды, арманда кетіп қалған асылымды. Тағдырын сол ақынның ойлап кетсем, қарғаймын кешегі өткен ғасырымдай. Ақынның ақын жанын оғу керек, ақындар ақын үшін тұру керек. Тірлікте баспанасыз өткен ердің бір үйін шын мұражай қылу керек. Қалайша ол деп жаның қиылмасын, шенділер әдебиетті жиырмасын. Бүгінгі ақындардың еш қайсына тағдыры қасымдардың бұйырмасын. Осындай ақпарат көп сірә жеткен, таппадық ешбір жанды кінәлеткен. Кешегі Қажымұқандай атамызда қарттықта қайырғана сұрап өткен. Қадірсіз тірі болған кезде бәрі, өлген соң аңызбенен сөз болады. Бүгінде министрдің барлығы да болса ғой Жәнібегі Өзбекәлі. Басына бағыңдай боп тұрақтаған, жалған мен жағынуды ұнатпаған. Осындай ерлер бар ма шіркін бүгін, қазақтың өнерпазын жылатпаған. Айтамын таңға дейін салсаң маған, ол кезде маған қолын жау салмаған. Ол кезде Жәнібектер еркелеген, ол кезде Нұрғисалар алшаңдаған. Секіл солармен болмаса да тағдырым бір, солардай жазсам деймін мәңгілік жыр. Бүгінде домбыра алған өнерпаздар байлардың саунасында қаңғырып жүр. Құдайым енді бізді сынатпасын, қазақтың өнерпазын жылатпасын. 30 жыл бұрын басқа қонған бақыт, мәңгілік маңдайымда тұрақтасын. Бұзайын бұл айтыстың кешін неге, хақым жоқ оралымда шешілмеуге. Айтеке 19 жыл бұрын сенің, кішкентай көрген балаң есіңде ме? Ол кезде сен мұғалім ередің ғой, ол кезде бір төбеге тең едің ғой. Қалшылдап қарсы алдыңда тосау кескен, Зайтып Ринат деген мен едім ғой. Сондықтан әнің саған қимасайып,
бұйырса өмір бойы сыйласайық. Қазақтың айтысының келешегін ағалы інілі боп бір жасайық. Таланттың ірісінде осағында ұстасын халық бірдей қошағында. Бірлікпен ғана төтеп бер аламыз осынау ғасырдағы күз шағынға. Емізген халық дейтін ана бізді болуға тырысайық адам ізгі. Осымен доғарайық десең тоқтап, тыңдайын айтпай деген ағамызды. Ешқандай дұшпан бөліп кетпес екен, бірлікпен бір байланған арамызды. Айналдым үліпіл деген жүрегіңе, сөз арнап жатсың қазір іреліңе. Айтпайды мақта жіберген соң қан жүгіріп барады іреніме. Сыйластықтың алтын жібі үзілмесін, мың рахмет Ринатжан тілегіңе. Айқай ағау бөтендігі болмайды досанықтың, демеймін аяқ жақта босаныппын. Әншілер саунадан айтат дедің, демеймін мұна сөзді қошалыппын. Сенде жүрдің жаныңда сойыл болып, президент болар кезде қосаныптың. Айқай ағау аяғым дірілдемей дүрсілдейді, білемін Ринат мені менсінбейді. Сені менен айтысып отырғанда айтпай аған білемін күрсінбейді. Жүрсінді қазақ бүгін айтыс дейді, айтысты бүгін қазақ жүрсін дейді. Жүрсін ағам жүргенде ортамызда, жүрегінен қазақтың жыр сөнбейді. Айқай ағау кезеңін Ринат енді ала берсін, қазыларымызна бізге баға берсін. Ринат деген өнердегі адал досым, шабысы бұл айтыста дара дерсің. Осы менен айтыста аяқтайық, мұна мені сыйлап сен аға дерсің. Осы менен айтысымыз аяқталды, ақындар енді үйіне бара берсін. Айқай ағау Ақ сирақ, қызыл сирақ, сирақ, сирақ. Айт десең мен де айтайын өлең ширақ. Қасына қосаныптың еремін деп атанып кеткенім ай жаман Ринаттай. Мен оған алдансам да жығылғам жоқ. Сайлаудың қыр мен сырын оғынғам көп. Айтеке сен сияқты басты бұғып, артынан нұр отанның тығылғам жоқ. Өлеңді басқарнаға бұрғаның ба, ағатай маған қастық қылғаның ба. Осымен тоқтайсың ау деймін аға, қаттырақ таяқ жемей тұрғаныңда бай. Жақсы, рахмет. Ринат Зайытов, Айтбай Жұмағұлов.